Құрметті оқушым, бұл есепте жолаушы жолдың 1/3 бөлігін 90 км/сағат жылдамдықпен, ал қалған бөлігін 45 км/сағат жылдамдықпен жүріп өтті. Осы жолдағы орташа жылдамдық неше км/сағат? Жалпы орташа жылдамдық деген еске сақтаймыз, ол барлық жолдардың қосындысы, барлық бөліктердің, жақсы ма? Солардың қосындысы, одан кейін бөлеміз барлық уақыттардың қосындысы. Сол әр бөлікте белгілі бір уақыт жүрді ғой, сол уақыттардың қосындысын бөлеміз, сонда орташа шығады екен, жақсы ма? Енді бізде не деп тұр? Бізде қараңыз, барлық жол ол 1/3 бөлігін 90 км/сағат жылдамдықпен, ал қалған бөлігін 2/3 бөлігін 45 км/сағат жылдамдықпен жүрді. Енді бұны өрнек арқылы да шығаруға болады. Сәл күрделірек болып көрінуі мүмкін. Мен мысал түрінде шығара салам, жақсы ма? Мысалы қараңызшы. Мына жерде, немесе жақсы өрнек түрінде мен толықтай көрсете берейін. Жолдың ұзындығын S деп алайық, я? Барлық жол S болсын. Мынау S. Ал енді барлық уақыттар қандай? Мына жерде қараймыз. Біз 1/3 бөлігін 90 км/сағат жылдамдықпен. Бірінші уақыт демек S бөлу 3 ол жол бөлу 90. Жолды жылдамдыққа бөлдім, уақыт шықты. Келсеміз ғой, бұл бірінші бөліктің уақыты. Екінші бөлік қалған бөлігі 2-ден 3 қой. 3-ден 2. 3-ден 2 бөлігін 45-ке бөлеміз. Сонда осы өрнектің мәнін есептейміз қазір. Мұқият боламыз. Мынау S, мынау 5. Енді көрейік. Бұл жерде алымында S бола берсін. Қазір сатылы бөлшекпен мұқият боламыз. S бөлу 3 дегеніміз S бөлу 3, мына жерде бөлу 90 дегеніміз, ол 90-нан 1-ге көбейтеміз деген сөз. Қосылған 2S бөлу 3 көбейту 45-тен 1-ге көбейтеміз деген сөз. Дұрыс қой? Мұқият боламыз. Енді мына бөлшектерді жазып алайық. S алымында S бөлімінде 270 мына жерде. Қосылған 3 көбейту 45, 135 2S. Тең. Енді қараңыз, мына жерде S-ті жақшан сыртына шығаруға болады бөлімінде. Көрдіңіз бе? Сондықтан жалпы жол берілмеген. Мынау қазір қысқарып кетеді. S-ті жақшан сыртына алып шықсақ, 270-тен 1 қалады, қосылған 135-тен 2 қалады мына жерде. Сонда тең алымындағы бөліміндегі S-тар қысқарады, 1 қалады мына жерде. Сонда бөлімін біз ортақ бөлімге келтіріп алайық. Қосқанда 270, 1-ден береміз, 2-ден береміз. 2 көбейту 2, 4 қосу 1, 5. Мына жерде 1. Сонда 1-ді бөлеміз 270-тен 5-ке, я? Ол дегеніміз кері ауысатына алым мен бөлімі 270-ті 5-ке бөлеміз деген сөз. Ол бізде 54. Сонда орташа жылдамдық 54 км/сағатына екен. Мына жерде 90 қосу 45 бөлу 2 деп қолдана салуға болмайды ешқашан. Жақсы ма? Осылай мұқият шығару керек. Енді S-тің орнына да кез келген бір санды алсақ та, ол бәрібір осылай қысқаратын еді бізде. Жауабы 54 км/сағат болады.